Достар, ассалаумағалейкум баршаңызға. Грузиядан бұл. Енді Грузиядан қаншама көліктер кіргенін білесіздер. Деректер бойынша 10 мың, 11 мың кәдімгі грузиндік нөмірмен кіріп кеткен Қазақстанға. Мынау сияқты грузиндік нөмірмен. Альхамдулилля. Бұндай кіріп кеткен грузиндік нөмірлердің енді тағдыры не болмақ деген сұрақ қой. Не істейміз, қалай болады, қазақ бола ма, келесі жылы 250 мыңға болмай ма деген сияқты. Әрине қазақ болады. Тоқаев мырза айтқандай растамош жасау керек. Көліктердің енді Камри ғой көбісі кірген. Камрилердің растамошкасы 1 миллион теңгеде шығады, плюс-минус. Сол 1 миллион теңгені төлеу керек. Оны төлеу үшін бірінші мына жерден сол көлікті сатып алдым деген купли-продаж қағаз керек. Дәлел керек сізге сатып алды деген. Сондықтан осы жерден купли-продаж жасайсыздар. Оны жасатып алып бере аламыз. Хабарлассаңыздар болады. Алып бергеннен кейін сол купли-продаж арқылы және көлікті осы жерден снятие учеттан шығару керек. Сол екі қағазды апарып брокерге бересіздер. Брокерлер бар таныс керек болса. Сол брокерлер сол купли-продажбен снятие арқылы сізге растамошка төлейді. Таможня очистка өту керек деді ғой мырза, Тоқаев мырза. Сол таможня очистканы төлейсіздер, болды. Алла қаласа келесі жыл 250 мыңға, жаңа өтен мен первичкінің орнына 250 мыңға әдемі қазақ нөмір алып жүре бересіздер. Болды, ешқандай да қиыншылығы жоқ. Ең бастысы осы жерден купли-продаж снятие алу керек. Ал ол қағаздармен көмектесе аламыз. Хабарласыңыздар, телефон қоям. Қазір келесі жыл болсын, Алла қаласа 23-те. Тек қана транзитпен кіргіземіз, барлығы ресми түрде, официально. Көрсеңіздер болады. Енді елуліктер 8,5 миллионға шығады, қазақпен жағдай жақсылары. Ал 55-тіктер американдық нұсқадағы. Олар енді 10 миллион плюс-минус шығады. Мынау Honda тұр екен, Odyssey ма? 14.285 мың миль жүрген, 16 жылға 3/5. Odyssey. Ал, ары қарай тамашалай берейік. Біраз көліктерді түсіріп шықтым. Қараңыздар. Так, достар, Кияның кішкене бір кішігірім отанына келдік. Мына бір Kia бағасын көре кетейік. 26.500, 11 мың миль жүрген 21 жылғы Kia K5 дейді. 1.6 турбо. Түсі күл свет екен, кәдімгідей бесключевой доступпен. Старт стоп. K5 дейді. Бағасы. Мынау Optima SXL. Іші ашық түс екен. Іштері. $9,800. Екілік турбо. Люкпен бұл да жақсы екен. Ішінде мына бір қоңыр түс тұр екен, әдемі. Қызыл нөмірмен жақында келген, демек турбо. Екілік 18-дік дискілермен. Бағасы 14 мың сұраптар, 59 мың миль жүрген, 16 жылғы екілік турбо. Бесключевой доступ, старт стоп. Іштерін қараңыздар, өте керемет екен. Ромбик болып тігілген. Подогрев, вентиляция. Круговой обзор камерасымен бар екен. Астында керемет комплектация. Полный панорама крыша. Kia Optima SXL. Өте керемет жағдайда екен. Бағасы да ұшып тұр екен, $14,000. Әрине саудасы болады. Мынау 15 мың дейді. Қымбаттап кеткен ғой өте. Мынау 9,517 мың жүрген. Тағы да Kia 17 жылғы Sorento кроссовер. 4V. Бағасы 18,571 мың миль. 3/3 объем 15 жылғы. Она на бирке 15. 15, да? 15 жылғы екен. Камера кругового обзора дейді, бесключевой доступ. Іштері бәрі жақсы екен. Sorento SXL дейді. V6
Ал осындай джиптардың бағасы. Енді мына бір жерде жуктар тұр екен. Ішіне салафан кигізіп қойыпты. Қанша екен көрейік. 9216 жылғы. 92 енді саудаласқанымен 9 деп алған жағдайда достар 1700 қосылып ақтауға барады. 1.6 көлеммен. 9 ба 10.700-ге ақтауға жетеді. Плюс 3 миллионға дейін полный қазақ нөмір шығады бұларға. 3 миллионға дейін. Басында енді сірә растамушық төлеу керек. 15 күн ішінде барғаннан кейін, ал қалған асықпай транзитпен жүріп, айдап жүріп төлей беру болады қазақ нөмірді, кейін ала бересіз. Мынау 9000 Nissan Juke'тар толып тұр мына жерде. Қолдарыңызда Outlander Sport деген түрі. Бізде ASX деп аталады ғой. Bir шеттен тізіліп тұр екен, бағаларын көріп шығайық. Мынау 17500 13000 миль жүрген 20-шы жыл екен, екілік қара түс. Мынаның түрі басқаша екен, кішкене. $11700, 18-ші жылғы екілік. 11700. Солай кете береді. Достар, былай ғой, бұл жерде қалай тапсырыс береміз, қалай соққы болған, хлам ба, хлам емес па деген сұрақтарға жалпы заказ беру үшін $100 жібересіздер, бірінші теңгелей саласыздар. Ол общий суммаға кіреді. Ал содан кейін осылар көлік, мысалы мынандай көлік керек десеңіз, іздейміз бұны. Шетінен келіп тек алып бере бермейміз. Историясын қараймыз, қазіргі жағдайын қараймыз, шпаклевка, двигатель, коробка, түгел қаралып, тексеріледі, қалай бар, солай айтамыз, бағасын бәрін саудаласып, жақсысын өзіңізге көрсетеміз түгел. Өзіңізге ұнаған кезде барып саудаласамыз, болды, содан кейін аламыз. Ал бұл қазір көрсетіп жатқаным жалпы бағасы біліп алу үшін шамамен қанша деген сияқты. Мына элантраларды қарай енді. Тізіліп тұр екен бұл да. Марка ол тізіліп тұрады. Бұл базардың бір жақсысы. Қараңыздар қандай әдемі. Элантра 9700 сұрап тұр мына элантра. 75 000 миль жүрген екен. Так, 2017 жылғы екілік. Мына 10500 сұрап тұр. Мына 10900, 58 000 мильмен 18 жылғы 1.8. Мына қызыл да 9,5 сұрап тұр. 68 000 миль жүрген 17 жылғы. Шамамен бағалары. Енді ақтауға жеткенше бұлар 1700-бен жетеді. Мынау енді растамушық жасалып қойған екен, қымбаттау болады. 11700, 36 000 жүрген екен бірақ. Мынау 8500. 11 000. Осылай әртүрлі ғой. Бұл жерде историясы жай соғылған, подушка ашылмағандар болса, әрине қымбаттау болады сәл-сәл бағасы. Қатты ұрылғанға қарағанда. Субарик. Субарулар түсіре кетейік, достар. Мына біреу 14 жылғы екен, 3-те 6, 11-де $11,000. Субару 52 000 жүрген. Ал мынау $18,000. 2-де 5, негіз 2-де 5 көлем жақсы, 11 000 километр, миль, $18,000. Мынау $21,000. 19 жылғы 2-де 5 Forester. Мынада ешқандай артында жазу жоқ екен. Subaru Outback көк. 3-те 6, бірақ енді растамушы қымбат болады. Бірден айта кетейік. 5-6 миллион теңге тек қазақ нөмірге шығып кетеді, достар. $20,000 сұрап тұр, 32 000 миль, 2-де 5, 18 жылғы. Mazda бұл. Мынау 17 500. Әртүрлі екен, достар. RAV4-тер 30 000 сұрап тұр, мынау 20 жылғы. Енді BMW маркасы X5-тер тұр, бұны да көрсете кетейік бағаларын қызығатын жандарға. $11,000 сұрап тұр. Так, жылы 2013. Бұл енді Қазақстанға кірмейді. Бірақ енді осы жердегі бағасы. 11500 мынау 13 жылға. Бұлар енді кіріп қалуы мүмкін. 13 жылғылар. Бестік көлеммен дейді мынау. Қарағым келіп тұрған жоқ. Мынау да 11500. Жылдар жаңа X5-тарды көрейік.
Грузияға растамаш жасалған екен. Мынау 26 мың сұрап тұр. 15 жылғы үштік көлеммен. Дизайн әдемі осылар. Мынау так 21.500 сұрап тұр мынаны. 21.500 15 жылғы, бұл да үштік дәл мынау сияқты. Іштерінде бір көрсете кетейік. Қоңыр кожа екен, әдемі, натуральный кожа. Бағалар осындай шамамен. Mercedes-Benz тағы да 31 мың доллар сұрап тұр мынау. Екілік 18 жылғы. Кәм аппақ. Мен сен осындай көліктер міну керек қой. Mercedes деген. Әдемі дизайндары. Алдарыңызда Audi 15 жылғы, немістердің түріне дейін ерекше. Дискілердің өзі 20-лық 25 мың доллар сұрап тұр. 15 жылғы үштік. Люкпен іші толықтай бұлғар екен. Пуштартпен, бесключевой достығымен. Артын қара, қанат ашылады. A7 дейтін яқта, ар жақта A6 деп тұр. Үштік турбо, кватро. Audi немістердің бағасы осындай достар. Старт-стоп. Mercedes GLC. Жақсы көліктердің бірі 26.500 сұрап тұр. 15 жылғы екілік. Іші толықтай бұлғары, бесключевой достығы бар екен. Демек пуш-стартпен подогрев и вентиляция бар. Комплектация жақсы екен. GLC 300. Төрт дөңгелегі тебеді. Әдемі кроссоверлер, кішігірім, шағын. Екілік турбомен әдемі. 17 жылғы Highlander. Қап-қара әдемі екен, жалтырап тұр. 26.500 сұрап тұр. 17 жылғы 3.5. 3.5-тер достар, бұлар енді 5 пен 6 миллион арасында қазақ нөмірге кетеді. Осының үстіне 1700 бен ақтауға жеткіземіз, жетуіне. Қазақ нөмірге өте көп ақша шығады. XL нұсқасында 4VD Highlander. Мынау старый модель. Бұлар енді 11 жылғы, мынау кірмейтін шығар Қазақстанға официально. 12.500 сұрап тұр. 100 мың миль жүрген, 11 жылғы 3.5. Кожа екен, люкпен. Солай. Sienna, Lexus, Sienna тағы да 12.900 сұрап тұр. Мынау 164 жүрген екен. 14 жылғы 3.5 Sienna. Жүре береді ғой бұл қасқаға. 28 мың сұрап тұр. 20 жыл. Леха 460. 55 мың доллар. 32 мың жүрген. 19 жылғы 4 алды. Әдемі екен. Осыдан біреуін алсаң жетеді ғой, Ат душу мінесің. Екі ренджик тұр екен мына. Range Rover. Дерсік екен 43 мың доллар сұрап тұр. 43.500. 5-тік көлеммен 15 жылға. Негізі ең дұрыс көліктер дейді, комфорт жағынан. Бірақ енді обслуживание жағынан қалай екен білмейміз. Ренджик. Бағалары осындай 15 жылғы 43 мың доллар сұрап тұр. Екіншісін көрейік. Бұл 34 мың доллар сұрап тұр. 16 жылғы үштік. Мына модель басқаша сияқты кішкене. Мынаған қарағанда. Ал достар, осымен видеоны аяқтаймыз. Каналға тіркеліп, лайктарыңызды аямаңыздар. Және келесі видеоларды күтіңіздер. Алла қаласа шығады көптеген видеолар.